Осыдан 3 ай бұрын Нұржан Керменбаев пен Мақпал Исабекова Зор фильмінің саундтрекі ретінде Айта бермеші әніне түсірілген бейнебаянын жарыққа шығарған болатын. Енді міне аталмыш туынды күні бүгін миллион қаралым жинады. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы, бір күндік қайта келмеші, ұмытуға берші мүмкіндік. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы, бір күндік қайта келмеші, ұмытуға берші Айта кетейік, бұл әнді Нұржан мен Мақпал 2016 жылдың басында жаза бастаған еді. Алайда оны тек 2017 жылдың аяғына таман жарыққа шығарды. Осыншама ұзақ уақыт бойы өңделген туынды бүгінде біраз жанның көңілінен шықты. Сондықтан осындай көрсеткішке жетті. Ендеше дуэтті құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, осы секілді қызықты туындылар YouTube-тегі Gaku TV каналында өте көп. Егер оларды бірінші болып тамашалаймын десеңіздер, жазылып қойғандарыңыз абзал.